Шаш түсуі және ағаруы ол табиғи нәрсе. Орташа есеппен адамның күніне 80-150 тал шашы түседі екен. Яғни ескі шаш түсіп, орнын жаңа шаштар алмастырады. Алайда, кейде шаш ағаруы мен түсуі шамадан тыс көп болуы мүмкін. Бұл денсаулығыңызға мән беру керектігін ескертеді. Шаштың шамадан тыс көп түсуі және ерте ағаруының басты қандай себептері бар? Ең бірінші, шаштың түсуі мен ағаруына әсер етуші ол стресстік жағдайлар. Стресстің шаштың түсуі мен ағару арасындағы байланысты көрсететін көптеген дәлелдер бар. Жүйке жүйеңіз қалыпты жұмыс істемейтін болса, шашыңызға ақ сіз ойлағаннан да ерте түседі. Қатты күйзеліс кезінде қанға көп мөлшерде кортизол жіберіледі. Мұндай жағдайларда тым көп адреналин қанға түседі де, бұл ақуыздың құрылымы мен меланин арасындағы байланыстың бұзылуына әкеледі. Қатты күйзеліске түскенде шаш көп түседі де, түскен шаштың орнына ақ шаштар шыға бастайды. Бұл құбылыс күйзеліс кезінде сіз ойлағаннан да тез, яғни санаулы минуттар ішінде бірнеше дана шашыңыз әп-сәтте ағарып кетуі мүмкін. Сондықтан барынша өзіңізді сабырлы ұстап, тек жақсы нәрселер ойлап, көп күйзеліске түспеуге тырысыңыз. Келесі шаштың түсуі мен ағаруына әсер етуші ол ұйқының дұрыс болуы. Шаш өсуіне мелатонин гормоны әсер етеді. Ал ол ағза ұйықтаған кезде бөлінеді. Ол кешкі сағат 8 бен таңғы 4 аралығында бөлінеді. Оны бақыт гормоны деп те атайды. Ол сонымен қатар арықтауға көмектесіп, көңіл күйдің жақсы болуына әсер етеді. Келесі шаштың түсуі мен ағаруына әсер етуші ол ағзадағы витамин мен микроэлемент тапшылығы. Шаш толыққанды дені сау болуы үшін ағзада көптеген витаминдердің жеткілікті деңгейде болуы маңызды рөл атқарады. Бұл жерде әр витаминнің шаш үшін өзінің маңызды атқаратын қызметтері бар. Олар: А дәрумені. Бұл дәрумен тамырларды нығайтып, шаштың өсуін жақсартады. Келесі С дәрумені, яғни аскорбин қышқылы. Бұл шаштың түсуіне жол бермейді, сыртқы түрін жақсартады, қоршаған ортаның зиянды факторларынан қорғауға көмектеседі. Келесі Е дәрумені. Бұл шаштың табиғи жарқырауына жауап береді. Және дені сау шаш үшін В тобының витаминдерінің маңызы да өте жоғары. В1 дәрумені, яғни тиамин, антиоксидант ретінде жұмыс істейді. Бұл жасушалардың жаңаруына жауап береді. Келесі В2 дәрумені, рибофлавин, қан айналымын жақсартады, соның арқасында қанның микроциркуляциясы артып, жасушалардың оттегімен қанығуы және шаш фолликулаларына қоректік заттар қарқынды жеткізілетін болады. Келесі В5 дәрумені, пантотен қышқылы. Бұл зиянды микробтар мен бактериялармен күреседі және шаштың өсу жылдамдығына әсер етеді. Келесі В6 дәрумені, перидоксин. Бұл бас терісінің дұрыс май балансын қамтамасыз етеді және бас терісінің қабыршақтануына және құрғауына жол бермейді. Келесі В7 дәрумені, яғни биотин. Бұл шаштың табиғи жарқырауына және шаш түсуінің және ағаруының алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар, мидың дұрыс жұмыс істеуі үшін өте маңызды витамин болып табылады. Келесі В9 дәрумені, фолий қышқылы. Бұл қан айналымын және шаштың өсуін ынталандырады, тамырларды нығайтады және шаштың өмір сүру ұзақтығына жауап береді. Келесі В12 дәрумені, кобаламин. Бұл шаштың тамырын нығайтады және шаштың сынғыштығын азайтады. Бұл В витаминдерді жеке-жеке ішпей, В витаминдер комплексі деп аталатын сенімді фирманың витаминін алатын болсаңыз, соның ішінде барлық В витаминдерінің түрлері болады. Келесі, шаштың түсуін және ағаруының алдын алу үшін шашқа арналған маскаларды жасасаңыз болады. Шашқа арналған көптеген пайдалы маскалар бар. Соның ішінде ең қарапайымы және шашқа жақсы көмектесетіні ол жұмыртқа мен балмен жасалған маска.
Ол үшін шашыңыздың ұзындығына байланысты 2 немесе одан да көп жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық балды араластырып, шаштың түбінен бастап төмен қарай жағу керек. Бұл масканы шашыңызда жарты сағат ұстап, салқын немесе жылы сумен жақсылап жуып тастайсыз. Есіңізде болсын, бұл масканы жасаған кезде шашыңызды ыстық сумен жууға болмайды. Бұл маска шашыңызға жақсы өң беріп, табиғи жылтыратады және шаштың түсуін азайтады. Осындай масканы аптасына 1 рет жасап тұрсаңыз, жақсы нәтиже береді. Сонымен, шаштың түсуі мен ағаруын қалай тоқтатуға болады? Ол үшін ең қарапайым ережелерді ұстану керек. Олар дұрыс тамақтану, уақытылы ұйықтау, күйзелістен алшақ болу, дәрумендер мен минералдар жиынтығын ішу, бас терісіне массаж жасау, шашты күннен қорғау, зиянды әдеттерден аулақ болу. Берілген мәліметтер сіздерге пайдалы болса, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.